Міне толып кетті. Осылай құрттар өздерімен-өздері көбейе береді. Осындай болып шығады құрттарға ауа кіру үшін ішіне. Полный почти жартынан көбірек қылып сиырдың жылқының свежий болуы керек. Отырып аласыз. Сосын мынандай не алып келдім. 100-200 штук құрт бар ішінде. Уже өндіріп тастағанда құрттарынан қара. Жүр ішінде көп. Осыны мына ішіне төгеміз. Міне толып кетті. Құрттардың өзі осылай ары қарай свежий боққа қарай кете береді ғой. Міне где-то 2-3 шақты бар ғой железі. Болды, осылай тұрады. Сіз кішкене салқындап жүре қойып қоясыз. Осылай құрттар өздерімен-өздері көбейе береді. Свежий құртқа боққа қазір өздері барады жайлап. Арасына андай қалдық, морковь, жұмыртқа салып жүруге болады. Зато балыққа барғанда рахат сатып алып керек емес. Олар көбейеді ғой өздері. Сосын жайлап сала бересіңдер. Міне 10 минуттай өткен жоқ. Келдім. Времянкеге салып қойдым. Челекті. Уже міне астына қарай кетіп жатыр ғой жайлап. Морковьтар жеп жатыр. Сразу бұлар свежийға кетеді. Қазір жетеді ары қарай түбіне қарай. Солай, короче.